Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздерге тіске қолданатын бір-екі инструментті көрсетейін. Так, мынау темір шприц. Мынау кәдімгі тіске салынатын, қалашылап айтқанда, түсінікті тілмен айтқанда ұйытатын укол. Бұлай ішіне қоямыз. Енді астына инесін қоямыз. Сіздерге көрсету үшін ашып көрсетіп жатырмын. Мына жерінен инесі кіреді ішіне, ампулаға. Бұлай кәдімгідей бүйтіп бұраймыз. Осылай деп укол салынады тіске. Так, енді келесі. Мынау бор. Тістің шіріген жерін тазалайтын, оятын бор. Көрініп отыр ма сіздерге? Бор. Одан кейінгісі мынау файлдар. Бірінші әркімнің істерінің әртүрлі каналдары болады. И оның каналдың жіңішкесі болады, жуандау или ортақшасы болады. Жіңішке каналдарда болады. Оған андай 0,8-ден бастап қолданамыз. 0,6 да болады бұл. 0,8. Көрінеміздер. 0,8. 0,8. Кейін 10-дағы бар. Ондығы размері үлкейген сайын мынаусы да үлкейе береді. Сол кезде мен бұлай ішін жіңішке каналын размерін үлкейген сайын ішінің каналды үлкейе береді. Сол арқылы бүйтіп үлкейтеміз. 10-дық, сосын 15-дік бар, 20-лық бар, 25-дік бар, кейін 30-дік бар, и 35-дік бар, 35-дік бар, и 40-дік бар, ең үлкен 40-дік бар. Соңғысы 40-дік ішін тазалаймыз. Одан кейін мына нәрсе бар. Каналдың ішінде өзінің тұратын дәрісі болады. Оны бірінші араластырып аламыз да. И бір амал басқан кезде айналады. Сол кезде каналдың ішін жаңағы дәрімен толтырады. Сол үшін айналатын нәрсе. Одан кейін пломбылап болғаннан кейін бататын жерін, биік жерін алып болғаннан кейін мынау диск деп аталады. Сыртын полировка дейміз. Тістің пломбының сыртын өткеннен кейін полировка жасаймыз. Беті жылтырап тегіс болып шығады. Егер сіздерге